Айбек мырза, иә, жастарды тартады деп жатырмыз. Мен байқаймын да, жігіттерді алғы шепке қою үшін сияқты таяу шығысқа шақырған уақытта да мысалға шақыртып алды. Қыз балдарды, сол шепке қоятын адамдарды көбейту үшін пайдаланатын сияқты. Дұрыс па менің пікірім? Не айтасыз? Иә, дұрыс қой. Өйткені жастар ағамыз айтқан секілді желіге қатпаған әлі. Желіге қатпағандығы үшін өзіндік бір ой пікірі, өзіндік тұжырымдамасы, өзіндік бір позициясы, көзқарасы болмағандығы үшін жастарды арбап алдау оңай. Неге? Өйткені жастар, иә, экстремизмге кетіп жатқан жастар саны бар. Жоқ емес, ол жасыратын дүние емес, ол бар. Өйткені мына мешітке барсаңыз, немесе басқа жерге барсаңыз, осы экстремистік, осы радикалды, былайша айтқан кезде дәстүрлі емес діни ағымның өкілінің адамдарын көруге болады. Оның ішінде жас балдар бар. Ол факт. Ал енді олар неге кіріп жатыр? Ағам айтқан секілді желіге қатпады. Ал енді түпкі себеп қазіргі жаһандану замандағы әлеуметтік желілер. Қараңыз да, әлеуметтік желі шықпай жатып, мынандай мәселе болды. Таудың басында қойшы ағамыз бақытты еді. Қазір сол таудың басында қойшы ағамыздан сұраңызшы, сен бақыттысың ба деп. Бақытты емеспін дейді. Неге? Өйткені ол әлеуметтік желіде ана материктің арғы басында өмір сүретін біреудің өмірін көріп отыр ғой. Дұрыс па? Әлеуметтік желі көріп отыр, стримдерден көріп отыр. Неге мен солай өмір сүрмеске деп отыр. Неге мен солай өмір сүрмеймін дегендігі үшін оның миында әділетсіздік бар. Біреуге деген әділетсіздік бар. Енді жастар айттық қой, экстремизм ол бір секундта болатын дүние емес. Ол бірнеше этаптан өткен соң ол адам экстремистік идеологияға ие. Бірнеше идеяларды жинайды. Оның біреуі әділетсіздік. Ол қоғамнан әділетсіздік көруі мүмкін, экономикалық әділетсіздік көруі мүмкін. Батыс өңірлерінде қызмет атқардық. Батыс өңірлерінде осы дәстүрлі емес діни ағымға қарай өткен азаматтардың көп бөлігі осы әңгімелесу барысында сен айтады, сен оңтүстіктің адамысың ғой, сен біздің мына жақта болып жатқан мәселелерді білмейсің. Ал енді айт деймін ғой. Олар айтқан кезде 95% өңірде болып жатқан экономикалық әділетсіздікті алға тартады. Ойының радикалдану себептерінің алғы шарттары ретінде экономикалық әділетсіздік. Біз айтады, біз республиканы асырап отырған донор бөлген біз аймақпыз дейді. Былай қарап болсаң, иә, шынымен де батыс өңірлерде мысымыз шығады, хром шығады, мұнай шығады, газымыз шығады. Енді оларда сондай ой пікірлер бар. Сол секілді жастарда да әділетсіздік бір сенім бар. Енді бұл сенімдердің барлығы біртіндеп ары қарай экстремистік бағыттарға алып кетіп жатыр. Ал енді қараңыздар, мына жастар осындай жолдарға кіріп жатыр. Айттық қой себептерін. Енді кірген соң мына халықаралық террористік ұйымдар осы жас буынды жиі пайдаланды. Неге? Өйткені пайғамбарымыздың сиярын оқитын болсақ, мына Ухуд соғысында пайғамбарымыз негізі Ухуд соғысына барғысы келген жоқ. Келетін жауға қарсы сол Мәдина қаласында шайқасуды таңдады ғой негізі, иә, сиярды оқыған кезімізде. Бірақ сол ортамда өмір сүріп жатқан жас сахабалар, жас жігіттер, олардың барлығында бойында энергия бар, күш қуат бар. Олардың барлығы жоқ, біз шабуылға шығайық деп пайғамбарды үгіттеді. Қайта қоймаған соң пайғамбар сауытын киді, соңында Ухудқа барды. Барған соң өзінің көгесі сол жерде шейіт болды деген секілді. Енді әр жасалып жатқан іс-әрекеттің түйіндейтін бір түйіні болады. Пайғамбар шыққан соң неге шықты? Жоқ, мен пайғамбар маған мойын сұнуларың парыз деп әжеп деп сол жерде бүкіл сахабаны отырып қойса отыратын еді, дұрыс па? Бірақ иә, жастар бой көтерді, қайта шығайық деп айтты. Енді сол шықты ғой, шыққан соң енді қаншама сахабалар шейіт болды соғысында. Енді соның алатын бір дәріс бар ғой, сабақ бар ғой. Соны алсын деп пайғамбар шығып отыр ғой. Өйткені пайғамбардың сөйлеген сөзі мен тұрыс жүрісінің барлығы Айша анамыз айтқан секілді Құран және сүннет еді. Одан артық ештеңе жоқ. Осы Ухуд соғысында болған мәселе осы жастарға неге болу керек? Ақылмен, сабырмен болатын іс-әрекеттерді сыни ойлай отырып,
сол шешу керек. Ал енді жастар шеше алмағаннан кейін экстремистік халықаралық террористік ұйымдардың қатарына кіріп соларды алғы шептерді қолданды. Әлі күнге дейін қолдану кейбір деректер өкінішке орай бар. Неге бар? Өйткені біз өзіміздің әлеуметтік желідегі экстремистік террористік материалдарды бұғаттау барысында көп көреміз осыны ақпараттық жихад деген терминді. Айтады жастарға: жарай, сен келе алмай жатсың, соғыса алмай жатсың, келе алсаң кел, егер де мемлекеттің саған қауіпсіздік комитеттері саған егер де рұқсат бермесе, немесе саған қысым көрсетіп жатса, келуге мүмкіндігің жоқ, олай болмаса ақпараттық жихад жаса. Енді сол ақпараттық жихадқа сеніп кетіп жатқандар да бар, сотта болып жатқандар да бар. Барып Қазақстан билік өкілі соны жусан операциясымен елге қайтадан алып келіп қарады, ер азаматтардың дерлік көпшілігі 99% сотты болды. Ал енді әйел кісілердің көбісі еркектерінің қысымымен кеткендігі үшін олар оңалту, психологиялық, діни оңалту көмектерін алып жатыр әлі күнге дейін. Ал енді сол жақта соғыс шарттарының altында дүниеге келген балдардың барлығы қазіргі кезде осы еліміздің аумағының жан жағындағы мектептерде білім алуда, зайырлы түсініктерді мойнына сіңіріп, ұлттық құндылықтарды сіңіріп, біз өзіміздің жастарымызға бір нәрсені бере алмасақ, жас бала қажет етеді үнемі көкпа сияқты. Біз оны дұрыс бере алмайтын болсақ, ол бала оны міндетті түрде басқа бір жерден табады. Қасында досынан табуы мүмкін, көшеден табуы мүмкін, мешітке барған кезде басқа біреуден табуы мүмкін, немесе әлеуметтік желіде, интернеттерден табуы мүмкін. Орташа статистика бойынша қазіргі таңда жастар 5-6 сағатқа жуық әлеуметтік желіде отырады осы жаз айларында. Менің өзім жұмыстан келіп кететін кезде қараймын, көшеде балдардың барлығы стримде отырады, немесе онлайн видео ойындар ойнап отырады, немесе TikTok, Instagram, YouTube бірдеңе қарап отырады. Бұлардың барлығы осы экстремистік ұйымдардың алғы шебінде ертең соңында жастарымыздың болуына себеп болып отыр. Жастарымызға біз дұрыс ненің не екенін дұрыс бере алмасақ, ата-ана бере алмайтын болса, ол кезде бала адасады. Адасқан кезде сол ата-ана өзінің оң бармағын тістеп отырады соңында.